Сөйтіп суық жерде ұзақ тығылып отырып ұйықтап кеткен екенмін. Көзімді ашып ұйқымнан оянсам, күн батуға сәл қалыпты. Бір жерде отырғандықтан денем қатып қалыпты. Суық тиіп қалған секілді. Өкінішке орай олардың көліктері әлі тұр екен. Олар осы жаққа қонып қалған секілді. Солай ақырын ғана тығылып отырған жерінен шығып, азық-түлік алып жүрген дүкеніме қарай бет алдым. Дүкеннің іші өте тып-тыныш екен. Бұның ішінде зомбилер болмауы керек, меніңше. Үстіне шкаф құлатып кеткенмін. Өлік қозғалмастан жатыр екен. Сөйтіп ішінен шаң-шаң көрпе тауып алдым. Жақсы болды. Хотя бы тоңбай ұйықтайтын болдым. Ұйықтап болмасам болмай кетті, бас қатып кетті ғой. Ұйықтап жатсам, кенет бірдеңенің дыбысынан оянып кеттім. Көзімді ашып қалсам, Шигол, бәсе осы жерде біреу бар екен сезген едім. Тұр, жүр кеттік бізбен бірге. Жалғыз өзің жүріп, ішің пысып кеткен болар. Бізбен бірге кішкене көңіл көтер. Опа, мына ояндың ба бала? Қалай, бір күнде 2-3 рет ұйықтаған қалай екен, а? Мен оның дәл қазір шаруасын бітіруге дайынмын. Тек маған рұқсат берсең болғаны. Қойшы, аузың жап. Бізде ет толып тұр, пока ет керек емес. Басым ауырып, қанның дәмін сезудемін. Айналамда не болып жатырғанын түсінбей тұрмын. Айта бер. Кішкентай болып қалай тірі қалып жүрсің? Атанаң қайда? Сен сонда осы уақытқа дейін жалғыз жүрсің ба? Сен білесің ба, біз жалғыз жүрген адамдарды көрсек не істейтінімізді? Ол өзі де біліп тұрған болар, не болатынын. Сен емес па бізді сыртымыздан бақылап жүрген? Сен бір нәрсені дұрыс жасамадың, інім. Сенің жүрген қар іздеріңді көріп, сені тауып алдық. Іздер дей ма? Мен неге ойланбадым? Іздер туралы неге ойланбадым? Біткен жерім осы дей берейін енді. Аяғым қышып кеткенін қарашы. Шләңгі, сенің ақылсыз ойың мына Шиголды іліп қою керек деген. Кел енді, өзің шеш мына жіпті. Бірақ ол жауап қайтармай бір орында отыра берді. Құлағың естімей қалған ба? Жақсы, сені жерге түсірем, қашып кетіп жүрме. Қазір анаумен барып сөйлесіп қайтайын. Өздеріңе де сол керек. Қазір анау мынаны жеп қойса екен, жақсы болатын. Әйтпесе көзімді ісіріп, басымды ауыртып мыналар бәле болды ғой. Қазір келем көрдің бе? Анау оятып білейін. Ұйықтап қалған сияқты анау. Меніңше ол тістелген аяқ туралы айтпады. Енді екеуіне де өте қиын болды. Ал мен болсам бұл жерден қашып кететін секілдімін. Тұр, брачка. Не болды саған? Осылай мына екеуі бір-бірін өлтірген секілді. Солай өзімнің сөмкеммен киімімді тауып алдым. Олар бүкіл тамақтарымды ақтарып, қопарып тастапты. Бұл бір жертөлеге ұқсайды. Мен қайда екенмін? Далаға шығып көрейін. Мен қайдамын өзі? Мені олар басқа қалаға апарып тастады ма не? Үйім 10 километр алыста екенін сезіп тұрмын. Енді үйіме қалай ораламын? Қауіпті жолмен қайта өз қалама қайтатын болдым, қабая.
Жас жігіт қалаға жұмысқа келді және жаңа пәтер жалдап, пәтер ішіне енді кіріп жатқан болатын. Мына үйдің іші қандай керемет еді, жақсы болды осындай пәтерді жалдағаныма. Енді заттарымды бір тексеріп жіберейін, бәрі дұрыс па? Сөйтіп ол заттарын орналастырғаннан кейін чемоданын ақтарып жатқан еді. Кенет чемодан ішінен ұшатын жәндік шығып, үй ішінде ызыңдап ұша бастайды. Әрине жігітке оның даусы ұнамағандықтан тез оның артынан қуалап, оны ұстауға тырысады. Сөйтіп шамамен 1 сағаттай ұстауға тырысады. Ақыры ұстай алмаған шыбынды отырып демалып отқан еді. Кенет жаңағы шыбын келіп, жігіттің мойнын тістеп алады. Мынау тісі жаман ғой. Ақыры өлтірдім-ау, жақсы болды. Енді барып ұйықтайыншы. Ертесі күні бірақ бәрі өзгеріп кетті. Оның денесі қыши жөнелді, денесі қызарып кетіпті. Әрине бұл жағдайды мән бермеуге тырысып, жай дәрі ішеді де өз жұмыстарын жасауға кірісіп кетеді. Кешкісін жігіт тағы тексерейін деп сұмдық нәрсені көреді. Денесі тесіліп кетіпті. Жігіт қатты уайымдап қорқа бастайды. Ең жаманы бұл тесіктердің ішінен кішкентай шыбындар шығып жатыр екен. Қолдары да қызарып, қыши түсті. Кейін түні бойы осылай жатып, денесін уайымдап не істерін білмей жүргенде, денесі шыбындардың үйлеріне айналып кетті. Тіпті мағынада бұл шыбындардың үйі. Күндердің бірінде Бека есімді бригадир өмір сүрді. Ол бригадир құрылыс компаниясының бригадирі болды. Яғни оның астында жұмысшылар болған еді. Басшылар оған ақша беріп, қол астындағы жұмысшыларға ақша таратып беру керек еді әр ай сайын. Бірақ Бека олардың ақшаларын жұмысшыларға бермей қайта өзінің қалтасына салайын деп шешті. Себебі Беканың үлкен арманы болды. Ол 250 елде болғысы келді. Солай ақша жинауды бастады. Күндердің бірінде Бека шыдай алмай кетіп, жиналып тұрған ақшаға су жаңа көлік сатып алады. Солай жолда кетіп бара жатып, үлкен кептеліске тұрып қалады. Әрине, Бека ашуланып тұрса, кенеттен бір шал келеді. Шал терезені қағып, Беканы шақыра түседі. Кетші бәрі қайшы, миымды ашытпай. Өзім кептелісте басым кетіп тұрса, кет бәрі, саған уақытым жоқ. Мен сенен ақша сұрау үшін келген жоқпын. Қайта мен саған сенің арманыңды орындау үшін келіп отырмын. Бека бұл сөзді естігеннен кейін оның үстінен күле түседі. Сенің башың жасамай ма? Сен ауру бірдеңе сияқтысың ғой. Ой, қатырасың. Мен бір күлдірді болдым, рахмет саған. Бека оның үстінен күліп жатса, шал кенеттен көліктің ішінен пайда болады. Сен қалай пайда болдың? Кімсің сен? Міне, менің қолымда өзімнің ақшам бар. Сенің ақшаңды не қылайын? Мен өте керемет сиқыршымын. Сен жай ғана өзіңнің бір ғана арманыңды айтсаң болды.
мен сенің арманыңды бір сәтте ғана орындап жіберетін боламын. Тек қана маған сен. Міне, көрдің бе, ақшам бар, осы ақшаны саған беруге дайынмын. Тек қана маған өзіңнің арманыңды айтсаң болды. Міне, мына жерде $1000 бар. Кел, $1000 ал да өзіңнің арманыңды орында. Арманыңды айтсаң болды маған. Қане, міне тағы да ақша берейін саған. Әрине, Бека бұл нәрсені біртүрлі санағанымен $1000 алғысы келіп өзінің арманын айта салады, және де 250 елде болғым келеді дейді де шал жоқ болып кетеді. Арада бір апта өткен кезде әртүрлі елден осындай сұмдық жаңалықтар ести бастайды. Белгісіз бір адам әр елге адамдардың бөлшектерін жіберіп тастаған екен, және ең қызығы бұл бір адам болып шықты. Міне, Беканың арманы орындалды. Ол 250 елге саяхаттады.